Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математика 3-ші сынып 54-ші сабағымызды бастаймыз. Алдымен видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз симметриялы және симметриялы емес жазық фигуралар. Ежелгі және қазіргі ою-өрнектер. Симметриялы фигуралардың не екенін білетін боласың. Бірінші есепке қарайық. Ежелден қазақ халқы өзінің үйі мен киімін әртүрлі ою-өрнектермен сәндеген. Суреттерді қарап шық, ою-өрнектерден қандай геометриялық пішіндерді көріп тұрсың. Егер әр суретті тең екі бөлікке бөлсек, онда әр бөлігі туралы не айтуға болады? Мысалы, біз ою-өрнекті төртке бөле аламыз, көлденең және тігінен. Қағаздан қиып алынған дөңгелек, шаршы және тік төртбұрышты тең екі бөлікке бүкте. Жарты бөліктері туралы не айтуға болады? Мысалы, дөңгелек екіге бөлеміз, шаршы екіге бөлеміз және тік төртбұрышты екіге бөлеміз. Бұл симметриялы фигуралар. Бүктеу сызығы фигураны тең екі бөлікке бөледі. Егер түзу сызық фигураны тең екі бөлікке бөлсе, бұл фигура түзуге қатысты симметриялы деп аталады. Фигураны тең бөліктерге бөлетін түзу симметрия өсі деп аталады. Екінші есеп симметриялы фигураларды және ою-өрнектерді ата. Кез келген фигураны алып, бүктеу арқылы олардың симметрия өсін тап дейді. Бізде суретте көрсетілген бұлардың барлығын симметриялы өсін таптық, яғни ортасынан симметрия өсін сызып қойдық. Үшінші есеп дәптеріңе симметриялы фигураларды аяқтап сал дейді. Бізде А, Б есебі берілген, яғни симметриялы фигураларды аяқтауымыз керек. Бұл жерде симметрияның өсі міне мынау, және біз осыны толықтырып салып бояп шықтық. Төртінші есеп есептерді шығар дейді. А нұсқасына қарайық. Ою-өрнек жасау үшін 9 метрлік 5 бума, тоқымабау және тағы 20 метр тоқымабау сатып алынды. Барлық қанша метр тоқымабау сатып алынды? Біз барлығын табуымыз керек. Бізде ою-өрнекте 9 метрлік 5 бума, яғни 9-ды 5-ке көбейтеміз, одан кейін 20 метрді қосамыз. Сонда бізде 9-ды 5-ке көбейтсек 45, қосамыз 20-ны тең 65. Барлығы 65 метр тоқымабау сатып алынды. Төртінші есептің ән нұсқасына қарайық. Бір бумада 186 ою-өрнек, ал екіншісінде одан 75 артық ою-өрнек бар. Екі бумада барлығы қанша ою-өрнек бар? Бірінші бума 186 ою-өрнек, екінші бума қанша екен табуымыз керек. Бірақ екіншісінде одан қарағанда одан 75 артық. Яғни біріншісінен 75 артық. Яғни екінші бумада көп екені 186-ны 75-ке қосқан кезде екінші буманы шығады. Одан кейін біз барлығын табуымыз керек. Шешуі 186 бізде бірінші бума, екінші буманы табу үшін 186-ға 75-ті қосамыз. Сонда жақшаның ішін қосқан кезде 261, 186-ны 261-ге қосқан кезде 447 шықты. Жауабы екі бумада барлығы 447 ою-өрнек бар. Төртінші есептің Б нұсқасына қарайық. Бір шеберханада 12 тігінші бар. Ал екінші шеберханадағы тігіншілер санынан 9-ы кем. Екі шеберханада барлығы қанша тігінші бар? Жазамыз, бірінші шеберханада 12 тігінші бар. Бұл екінші шеберханадағы тігіншілер санынан 9-ы кем. Екінші шеберханада бізде қанша тігінші бар және барлығы қанша екен табуымыз керек. Бірінші шеберханада 12 тігінші бар. Екінші шеберхананы табу үшін біз 12-ге 9-ды қосамыз, яғни 9-ы кем. Сонда бізде жақшаның ішін қосқан кезде 21 шықты. 12-ге 21-ді қоссақ
33 шықты. Жауабы екі шеберханада барлығы 33 тігінші бар. 5-ші есеп теңеулерді шеш. 32 бөлу В тең 64 бөлу 8. 32 бөлу В тең 64 бөлу 8 деп жазамыз. 32 бөлу В 64-ті 8-ге бөлсек 8 шықты. Енді біз бұның мәнін табу үшін В тең 32 бөлу 8 дейміз. Сонда бұның мәні 4-ке тең. Енді орнына қойып жазамыз. 32 бөлу 4 тең 64 бөлу 8. Яғни 32-ні бөлеміз 4-ке 8 шығады. 64-ті бөлеміз 8-ге 8 шығады. Теңдеуіміз дұрыс екен. Келесі бізде y бөлу 4 тең 49 бөлу 7. y бөлу 4 тең 7. 49-ді 7-ге бөлсек 7 шықты бізде. Енді y-дің мәнін табуымыз керек. y тең 7 көбейту 4, y тең 28, яғни y-дің мәні 28-ге тең екен. Енді орнына қойып жазамыз. 28 бөлу 4 бізде 7 шығады. 49 бөлу 7, 7 шығады. Келесі бізде 380 бөлу В тең 330 азайту 175. 380 азайту В тең 55 шықты бізде. 330-дан 175 азайтқан кезде В тең 380 азайту 155. В тең 225. В-ның мәні 225-ке тең. Енді орнына қойып жазамыз. 380 азайту 225 бізде 155 шықты. 330 азайту 175, 155 шықты. Теңдеуіміз дұрыс екен. Келесі М қосу 32 тең 185 азайту 143. М қосу 32 тең 42 болады. Яғни 185-тен 143 азайтқан кезде. Енді М-ның мәнін табу үшін М тең 42 азайту 32. Сонда М-ның мәні 10-ға тең болады. Енді орнына қойып жазамыз. 10 қосу 32, 42 болады. 185 азайту 143, 42 саны шығады. Яғни теңдеуіміз дұрыс екен. 6-шы есеп симметриялы заттарды ата. Өзің де мысал келтір. Парақты дәл ортасынан бүкте симметриялы сурет қиып ал. Бізде суретте берілген құм сағат, көбелек, яғни бұлар симметриялы сурет. Яғни симметриялық өзін сыздық. Ал мына сағатқа келетін болсақ, бұл минут тілі мен сағат тілі болғандықтан бұл симметриялы сурет болмайды. Егер минут тілі мен сағат тілі болмағанда бұл симметриялы суретке жататын еді. Енді дәл осындай мысал келтіріп өзіміз қағаздан қиятын болсақ, мысалы телефонды алсақ болады. Телефон міне суретін салдық, яғни симметриялы сурет бола алады. Ортасынан симметриялық өзін сызып қойдық. Яғни мына жерде сандықты да дәл солай симметриялы сурет қылып, ортасынан симметриялы өзін сызып қойсақ болады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.